Ассалаумағалейкум, жаңалықтарды бәрінен бұрын біліп отырғыңыз келсе, YouTube арнамызға жазылыңыз, видеоларымызға лайк басыңыз. Қазақстанның ұлттық ұланы тексеріп жатыр. Сарбаздар құртпен балық қоректенді деп шағымданды. Бұл қолбасшылығы еліміздің батысындағы Ақтау, Жаңаөзен және Атырау қалаларында жүргізілген социологиялық зерттеулер барысында белгілі болды. Дөңгелек үстелде сауалнама нәтижелері талқыланып, оған қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары да шақырылды. Біреу ұрсып қалған шығар. 2023 жылдың басында кейбір әскери бөлімдер олардың үстінен түскен шағымдарға байланысты жеткізушілерді ауыстырып үлгерді. Қарағанды облысында мешітте иіс тиген 3 жігіт қайтыс болды. Қарағанды облысының Ақтоғай ауданындағы орталық мешітте 3 жігіт иіс тиіп қайтыс болды деп хабарлайды ел ньюс тілшісі. Қарағанды облысының Ақтоғай ауылында орталық мешіт ішінде 3 бірдей азамат иіс тиіп қайтыс болды. Марқұмдардың жасы 20-дан енді ғана асқан еді. Бірі сол мешіттің пеш жағушысы болса, тағы екеуі ауыл тұрғындары. Олар 28 қаңтар күні түс ауа мешітке келген. Боран салдарынан жарық сөніп қалып, жылыту пешін дизельді генератор арқылы іске қосып, ұйықтап қалған. Осы кезде уалы газдан тұншыққан. Сұлық жатқан жігіттердің мүрдесін мешіт жамағатының бірі көріп хабарлаған. Алайда ауруханаға жеткізілгенімен жігіттер ісін жимаған. 3 жігіттің өлімінің нақты себебін сот медициналық сараптама нәтижесі анықтады. Ауру ма? Диана ханымның ерсі қылығы халықты тағы да ашуландырды. Атышулы осылайық жобасының жүргізушісі Диана Скатова тағы да әлеуметтік желі қолданушыларының сынына қалды деп хабарлайды Экспресс тілшісі. Шоу жүргізушісі Диана ханымның біреуге пародия жасап күлген әрекеті желі оқырмандарына ерсі көрінген сияқты. Себебі Инстаграмдағы қосылайық 2021 жылғыдағы парақшасына жазылған көп пікірдің жағымсыз тараптан екенін аңғаруға болады. Осылар әдейі істейді, өзінше қылықтарын көрсеткені ғой, жараспайды, ауру ма деп қалдым ғой. Немене қуып отыр. Диана ханым деген сай жараспайды. Қылықтары түкте тәрбие жоқ екен. Талма ауру ма деді. Сорлы ханым дейтін кім ол, дейді желі қолданушылар делінген хабарламада.